Сәлеметсіздер. Бүгінгі таныстыратын өнім Бателл компаниясының настойка огневки, яғни ары көбелек тұнбасы. Бұл енді жаңағы сұйық түрінде келген. Осындай міне коробкасы бар. Міне осындай коробка. Енді міне ара жаңағы көбелегінің тұнбасы осындай келеді екен. Міне бұраймыз. Осындай түсі бар. Міне осылай 20 тамшылатып сосын кейін қолдануға болады екен. Ал енді бұл неге жақсы екен, сіздерге мен қысқаша айтып түсіндіре кетейін. Бұл енді жаңағы желе болып саналады, прополистығы, аралардың жаңағы өзінің ұясынан, наннан байтылған жаңағы бұл көбелек тұнбасы өтті құнды компоненттерге ерекше жаңағы бай екен. Бұны енді емдік ретінде қолдануға болады. Жаңағы сырттай да қолдануға болады екен. Профилактика ретінде де адам қолданып шыдайды екен. Ара көбелегінің әрекеті қандай десеңіздер, енді мына жоғарғы тыныс жолдарына, инфекцияларына тиімді, қабыну және іріңді процесстарға өте тамаша әсерін тигізеді. Сосын кейін қайта-қайта бір жөтелетін кісілер болады ғой. Мына жаңағы кеудесі қайта-қайта қақырыққа толып, сосын кейін жөтеле береді. Не екені белгісіз, мына арқа жағынан жаңағы шаншу алып, шанши беретін адамдар болса, өте жақсы әсерін тигізеді екен. Сосын кейін мына ісіну процесс, отек дейді ғой, ісіну процесс. Сосын кейін мына мұрындағы әртүрлі гайморит, синусит, соныңыздың барлығына жақсы әсерін тигізеді. Жалпы қан айналымын, жүрек бұлшық еттерінің қызметін атқаруға өтті үлкен көмегін тигізеді. Сонда бұны жаңағы мына жүрек ауыратын кісілер, жүректің қан тамырларында жүйесі бұзылған болса, соның барлығын қалпына келтіріп береді екен. Бұл енді негіз жүрекке бағыттап жаңағы мына кардиопротекторлық әсердің көрінісі бар. Қысымы жаңағы төмендеп кеткен, немесе қысымы жоғарылап кеткен адамдар болса, жүрегі нашар соғысы да немесе жиілетіп кетеді, немесе жүректің соғысы нашар соғып сөйтетіні миокардия деп айтып жатады ғой. Немесе жаңағы после инфаркт, жаңағы мына инсульт, инфаркт алған кісілер болса, соларға өте жақсы әсерін тигізеді екен. Сосын кейін мына айтамыз ғой, қан тамырларымызда май басып тұрады деп, холестеринді бляшық деп айтады. Қан ұйыған, қанның ұйып кеткен, ұйғыштық болу, соның барлығына жол бермей, өте тамаша өзінің жаңағы көмегін тигізеді екен. Енді ішектің ауруларына да, ішек жолына да өзіндік тағы әсерін тигізеді, бүйректегі тастарды кетіруге көмектеседі екен. Сондықтан кішкентай болып, мынау бір 20 тамшыны тамшылатып ішіп отыратын осы бір өнім бүйректегі тасты да алып түсетін, бүйректегі тасты да үгітіп, бүйректегі тасты да кетіретін көмегі бар екен, ұмытпаңыздар. Сосын кейін иммундық жүйені нығайтады, организмді қоршаған ортаның қолайсыз факторларына төзімділігін арттырады. Сосын кейін жаңағы мынау тыртық қалып қалған, дақ қалған, мына қандай да бір шрам дейді ғой, жаңағы соққалып кезінде немесе операциядан кейін сондай бір жаңағы дақ қалып қойған, тікісінің орны қалып қойған, шрамдар сондай қалып қойған жерлер болса, соны жаңағы емдеу ретінде осы сырттай да жағып, іштей де жаңағы ішіп көмектесетін болса, өте жақсы қолданатын болса, онда үлкен өзінің көмегін тигізеді екен. Енді әйел адамдарға келетін болсақ, менопаузаға, бедеулікке, жатыр мойынның қабынуына тиімді болады. Эндометрия жаңағы құрылымның қалыпқа келтіру процесстарына үлкен көмегін тигізеді екен. Ал енді ер азаматтарға келсек, ер азаматтардың жаңағы белсенділігін жақсартады, потенциалды, жаңағы сперма соны қабілеттілігін арттырады. Сосын кейін қуық астында қанның шығуын және ағуын қалыпқа келтіреді екен. Ерлердің де бедеулікке, жаңағы эректильді дисфункцияға жаңағы өзгеріс кіріп кеткен болса, яғни бала көтере алмайды, спермасы құрып қалған, немесе сперма бөлсе де сол жаңағы ешқандай нәтижесіз болып жатқан жағдайда осы өнімді қолданатын болса, онда көмегін тигізеді екен. Сонда қараңыздаршы, бұл
әйел азаматтарға да, ер азаматтарға да, жүрек ауруларға да, сосын кейін жаңағы жалпы адамның иммунитетін көтеруге, мына қандай да бір күйіктенген дақ қалса, не жаңағы шрам дейді ғой, тыртықтар қалып қойса, сол тыртықтарды жаңағы жетілдіруге іште ішіп те көмегін тигізеді екен. Енді бұл жалпы айтып келгенде қанның ұйымауына үлкен әсерін тигізіп, жүректің процесстарына жақсы өзінің әсерін тигізе отырып, бүйректегі тасты да жаңағы алып шығуына көмегін көрсетеді екен. Сондықтан бұны жаңағы қолданатын кезде сіздер 20 тамшыны ғана сіздер өзің ғана ешқандай қоспасыз күнінде 3 мезгіл жаңағы ашқарында ас су ішпей тұрып ашқарында күнінде 3 мезгіл 20 тамшы ғана тамшылатып қолданатын болсаңыздар, сонда үлкен көмегін тигізеді екен. Міне, бұл осындай жаңағы өзінің міне пипеткасы бар, ыңғайлы, өте жақсы сапалы екен. Міне тамыз, міне үстіп отырып санап сіздер 20 тамшы тамшылатып бәне ішесіздер. Бұны сосын кейін ішкен кезде бірден ұрттап жаңағы жұта салмаңыздар. Біраз тілдің астына ұстаңыздар. Тілдің астына ұстау себеп жаңағы тілдің астынан біраз ұстағанда ұсақ тамырларға сіңіп, бұл қан тамырларға бару дегеніңіз сіздің мына тамырыңыздан еккізген инъекция екпемен тең түседі екен. Сондықтан осының барынша мүмкіндігін пайдаланып, дұрыс қолданып білулеріңізді сұраймын. Ем болсын, шипа болсын.